Намазда тұрған уақытта Құранды төменнен жоғары қарай оқудың үкімі қандай? Бұлай оқуға бола ма? Қазір менің қолымда Әш-Шейх Аш-Шурумбулалидің Марақи әл-Фалах атты кітабы. Қазір сіздерге осы кітаптан оқитын боламын. Бұл кісі былай деп айтады: Юкраху қираату суратин фауқаллати қараәха. Мысалға, сіз таң намазының парызын оқып тұрсыз. Фатиха сүресін оқып болғаннан кейін сіз Назиат сүресін оқыдыңыз бірінші рәкағатта. Енді екінші рәкағатқа тұрған уақытта Фатиха сүресінен кейін Нәбә сүресін оқитын болсаңыз, бұл мәкрух болып есептеледі. Олай оқымаған дұрыс. Себебі сіз бірінші Назиатты оқысаңыз, одан кейінгі сүрені оқу керексіз. Мысал ретінде сіз Фалақ сүресін оқысаңыз, Фалақтан кейін Нас сүресін оқисыз. Тәббәт сүресін оқитын болсаңыз, Тәббәттен кейін Иқлас сүресін оқисыз. Осы секілді оқу керексіз. Бірақ Иқласты оқып, екінші рәкағатта Тәббәт сүресін оқымайсыз. Себебі бұған қатысты Ибн Масғудтың, Алла ол кісіге разы болсын, мынандай бір айтқан сөзі бар. Ол кісіге бірде бір адамге айтады, сұрайды: сіз Құранды төменнен жоғары қарай оқитын адам жайлы не деп айтасыз? Дегенде ол кісі бұлай Құранды керісінше оқыған адамның жүрегі де керісінше деп жауап берген екен. Яғни бұл айтқан сөзі Құранды керісінше төменнен жоғары қарай оқудың дұрыс еместігін білдіреді. Міне сондықтан намаздың ішінде де, намаздың сыртында да Құранды төменнен жоғары қарай оқу мәкрух. Сол секілді ол парыз намазға да қатысты, ол нәпіл намазға да қатысты деп Шейх Тахтауида келтірген өзінің хашиясында. Бірақ кішкентай балаларға рұқсат. Себебі кішкентай балалар, сәби балалар Құранды тезірек жаттап үйрену үшін ең әуелі оларға ең жеңіл сүрелерден бастаймыз, қысқа сүрелерден. Одан кейін ұзақ сүрелерге, яғни алдыға қарай жаттап дами береді. Кішкентай балалардың хақысында ол рұқсат деп келтірген. وَمَا شُرِعَ لِتَعْلِيمِ الْأَطْفَالِ إِلَّا لِتَيْسِيرِ الْحِفْظِ بِقَيْصَرِ السُّوَرِ деп Шейх Шурумбулали балаларға Құранды төменнен жоғары қарай қысқа сүрелерден бастап үйрету мәкрух емес, ода тұрған еш нәрсе жоқ деп айтып жатыр. Міне сосын тағы да мынандай бір жағдай болуы мүмкін. Сіз қателесіп, мысалға намаз оқып тұрсыз да, Фатихадан кейін бірінші рәкағатта Нас сүресін оқып қойдыңыз, ең соңғы сүрені. Енді екінші рәкағатқа тұрған уақытта Фалақ сүресін оқисыз ба десе, жоқ, қайта Нас сүресін оқисыз деген. Себеп Құранды бағана айтқанымыздай төменнен жоғары қарай оқуға болмайды. Оны да келтіріп айтқан. Міне осыған ұқсас тағы мынандай да бір жағдай болуы мүмкін. Бір адам бірінші рәкағатта, екі рәкағат нәпіл намазын бастады да, бірінші рәкағатта Құранды басынан бастап соңына дейін оқыды. Бақара сүресінен бастап Нас сүресіне дейін. Екінші рәкағатқа тұрған уақытта қайта Бақара сүресінен бастайды деген. Себебі бірде Алла елшісі саллаллаху алейхи ва саллям бір кісіге сұрайды, ол кісіден: Аллаға ең ұнамды амал қандай амал деген уақытта ол кісі әл-хал әл-мұртахил деп жауап берген екен. Әл-хал әл-мұртахил. Сонда ол кісі сұрайды, ол кім деп? Құранды бастан бастап соңына дейін оқып, кейін қайта басынан бастаған адам деген. Міне осы амал Аллаға ең ұнамды амал деп жауап берген. Әл-хал әл-мұртахил дегеніміз осындай адам екен. Міне сондықтан жалпылама енді тоғайтерін айтатын болсақ, парыз намазда да, нәпіл намаздарда, намаздардың сыртында да Құранды төменнен жоғары қарай оқу ол мәкрух. Тек қана сәби балаларды үйрететін болсақ, ондай жағдайда қысқа сүрелерден бастап, одан алдыңғы ұзақ жоғары сүрелерге өте берсек рұқсат екен.